Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сауат ашу сабағын көрсетеміз. Сабағымыздың тақырыбы П дыбысы мен әрпі. Оқу мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтінде кім не туралы айтылғанын анықтау. Елестету әдісі арқылы жаңа тақырыпты шығару. Парта, піл, пингвин суреттерін көрсету арқылы жаңа тақырыпты анықтап аламыз. Демонстрация әдісі. Бұл әдіс арқылы оқушылар П дыбысы мен әрпі туралы мағлұмат алады. Дауыстап айту әдісі. Бұл әдіс оқушылар өз ойларын дауыстап айтып беру үшін пайдаланылады. Оқулықпен жұмыс. Ендігі кезекте оқулықта берілген сөздерді оқыту. Хормен, жеке оқу. Дескриптор берілген сөздерді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқи алады. Жаңа сабақты түсіну мақсатында сұрақтар қояды. Ішіне сыртына әдісі келесі. Бұл әдісте оқушыларға суреттер таратып беріледі. П дыбысы кездесетін суреттерді ішіне апарып жапсырады. П дыбысы кездеспейтін суреттерді сыртына апарып жапсырады. Келесі бізде пирамида. Кері байланыс. Бұл жерде оқушылар сабақтан алған әсерлерін стикерлерге жазып пирамидаға апарып орналастырады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.